Сәлем достар, өте дәмді сочный бургер дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажет қызанақ, ірімшік, ананас және де бургерге арналған тоқаштар. Тоқаштарды осылай табада қыздырып аламыз. Одан кейін ананастың екі жағын қыздырып аламыз. Одан кейін тауықтың сүбе етін өзіңізге ұнаған дәмдеуіштермен маринадтап қойып, қызып тұрған табада екі жағын толық дайын болғанға дейін пісіріп аламыз. Отты сөндіріп, ірімшікті салып, осылай видеодағыдай ерітіп алыңыз. Соусқа майонез бен кетчупты жай ғана араластырдым. Енді бургерді жинаймыз. Тоқаш, соус, салат, тауық етімен ертілген ірімшік, қызанақ, үстіне ананас, одан кейін тағы да тоқашпен үстін жабыңыз. Сочный, өте дәмді, иісі керемет бургер дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.